ертеде бір қызық кейіпкер өмір сүріпті. Оның аты Микки еді. Ол кішкентай болса да, ақылды, көңілді, әрі батыл болатын. Микки орманға серуендеуді ұнататын. Әр серуенінде жаңа достар тауып, түрлі қызықты оқиғаларға тап болатын. Бір күні күн сәулесі жарқырап тұрған шақта Микки орманға жолға шықты. Құстардың әнін тыңдап, гүлдерді иіскеп келе жатса, кенет жылаған үнді естиді. Бұл кім болды екен? Деп Микки жан-жағына қарай бастайды. Қалың шөптің арасынан кішкентай қоян көрінді. Сәлем қоян, сен неге жылап отырсың? Мен сүйіп жейтін сәбіздерімді жоғалтып алдым. Енді аш қаламын ғой, дейді қоян. Уайымдама досым, мен саған көмектесемін. Сенің сәбіздеріңді міндетті түрде табамыз. Қоян болса қуанып кетеді. Осылайша екеуі бірге іздеуге кіріседі. Жолында кездескен ағаштардан, гүлдерден жөн сұрайды. Алайда ешкім сәбіздердің қайда екенін білмейді. Келе жатып, олар көңілді торғайға жолықты. Мен сәбіздердің қайда жатқанын көрдім, деп торғай жөн сілтеп жібереді. Микки мен қоян торғай көрсеткен жаққа қарай жүгіре жөнеледі. Олар торғай айтқан жерге келсе, расында да шөптердің арасында сәбіздер жатыр екен. Ура, менің сәбіздерім табылды! Деп қоян қуанып кетіп, Миккиге алғысын айтып, оны құшақтай алады. Көрдің бе достым, ең бастысы үміт үзбеу. Қиындық болса да, бір-бірімізге көмектессек, бәрін жеңеміз, дейді Микки. Содан бері Микки мен қоян айырылмас достар екен.